Ғалым ағартушы Шоқан Уәлихановтың өмірі мен шығармашылығы көп қырлы ғылыми зерттеулері тек қазақ халқы үшін мәдени құбылыс және тұтас дәуір емес, көптеген елдердің түркітанушыларының, тарихшыларының, этнографтарының, филологтарының зерттеу тақырыптары. Бүкіл әлемдік мәдени мұраны қорғау және сақтау мәселелеріне жұртшылықтың назарын аудару мақсатында 1984 жылғы 18 сәуірден бастап жыл сайын әлемде атап өтіліп келеді. Осыған орай этнограф зерттеуші ғалым Шоқан Уәлихановтың туғанына 190 жыл толуына орай республикалық деңгейдегі ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Шоқан мұрасы әлі де зерттеулі мен зерттеуді қажет ететін тарихи ғылыми үлкен сала дейді ғалымдар. Бурабайда өткен ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тарихи мәдени мұрамызды 21 ғасырдың шындығына бейімдей отырып, кешенді және әдістемелік тұрғыдан ілгерілету қажет деп атап өтті. Ғылыми зерттеулер, тарихи ескерткіштерді қалпына келтіру, археологиялық қазбалар жүргізу, мұражай ісін дамыту, шетелдік мұрағаттарды зерттеу, ұлттық дәстүрлерді жаңғырту, осы үлкен жұмыстардың барлығын жүйелеу керек екенін атап өтті. Халықаралық тарихи ескерткіштер мен тарихи мұраларды қорғау күні қарсаңында Шоқан Уәлихановтың 190 жылдығына конференция ұйымдастырылып, оның ғылыми еңбектерін жан-жақты саралады. Шоқан Уәлихановтың қай кезеңде алған тарихын алып қарасақ та, ол кісі ең бірінші ескерткіштерді қорғаушы инспектор ретінде де, археолог ретінде де, ол кісі өлкетанушы ретінде де, осы Ақмола өңіріндегі Ақмола өңіріндегі Бытығай кесенесі, Жәнібек Шалқар кесенесін, Ұлытау өңіріндегі Алашахан, Жошыхан, болғанына ескерткіштердің барлығын алғашқы сипаттап, зерттеген ғалымдардың бірі болатын. Сондықтан қай тарихымызды, қай кезеңімізді алып қарайтын болсақ, Шоқан Уәлихановтың зерттеулері мен еңбектерінде тығыз байланыс болғандықтан үлкен осындай конференцияны ұйымдастырдық. Яғни біздің мақсатымыз осы Шоқанның мұрасын жас ұрпаққа жеткізу. Шоқан тану саласында қандай проблемалар бар, қандай өзекті мәселелер бар, алдағы біздің жоспарларымыз туралы айтып кету болатында. Сондықтан Шоқан Уәлиханов әрине ол біз үшін, тарихшылар үшін, зерттеушілер үшін үлкен ол әлі де үлкен бір сала, үлкен бір бағыт. Өйткені Шоқанды біз толық зерттедік деп айта алмаймыз. Оның мұралары әлі де шетелдегі архивтерде бар, жазбалары бар. Цифрлық технологияларды енгізу барысында туындайтын тағы бір маңызды мәселе кадр дайындау. Еліміздегі жоғары оқу орындарында да және ғылыми мекемелерде цифрландыру саласының мамандарын даярлау бағдарламаларын күшейту қажеттігі туындап отыр. Мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру арқылы бұл салада тұрақты әрі ұзақ мерзімді жетістіктерге қол жеткізілетіні айтылды. Конференцияға Қарағанды, Ұлытау, Солтүстік Қазақстан облыстары мен Астана, Көкшетау қалаларының ғалымдары, тарихшылары, археологтары қатысты. Олар ғылыми бағыттың жетістіктері мен даму перспективалары туралы, Шоқан Уәлихановтың зерттеулеріндегі тарих және мәдениет ескерткіштері туралы, сонымен қатар тарихи мәдени мұра ескерткіштерін сақтау мен қорғау саласындағы әдістер, тәсілдер мен шешімдер туралы талқылап, пікір алмасты. Конференция соңында өлкенің археологиясын зерттеуге атсалысқан оқушылар, сонымен қатар жиынға қатысқан спикерлер марапатталды. Нұрсәуле Мұрат, Бауыржан Смағұлов, Көкші Ақпарат.